Жақсылықты жақсы адам ғана бағалай біледі. Жүрегі таза, ниеті дұрыс адам еш уақыт өзгеден кір іздемейді. Кешірімді кісі ғана ірі адамға айналады, өйткені оның жүрегі кең, өрісі биік. Бірінші болып кешірім сұрау әлсіздікті білдірмейді. Адамның кемшілігіне қарамай сыйласа білу нағыз адамдықтың белгісі. Егер жақсы өмір сүргің келсе, жақсы адамдарды ізде, ал жақсы адам тапқың келсе, жақсы сөйлеп, жақсылық жаса. Адалдық деген ешкімге қиянат жасамай, таза еңбегімен күн көру. Басқалардың бақытына қуанып жүретін адам бір күні өзі де бақытқа кетеді. Сыйластық пен адалдық бар жерде үлкен махаббат пен шайқалмас шаңырақ болады. Ешқашан біреуді қарғап сілемеңіз, бұл өте жаман қасиет. Адам қызғаншақтан тез қартаяды, реніштен ауру пайда болады, ашушаң жүдегіш келеді. Ниет тілден емес, жүректен шығуы керек. Адамды тәрбиелейтін қаталдық емес, мейірім. Ұйықтар алдында бәрін кешіріп, таза жүрекпен ұйықтаңыз. Қадіріңді кетірме, ол сенің таптырмас байлығың. Әр қиындықта жеңілдіктер, әр көз жаста қуаныш, әр сабырлықта абырой жасырылған. Қыз деген ренжіту үшін емес, еркелету үшін, айғайлау үшін емес, аялау үшін, алдау үшін емес, армандау үшін, ұру үшін емес, сүю үшін жаралған. Алдыңа мақсат қой, сол мақсатқа жету үшін күресе біл.